Әңгіменің 3-ші бөлімі. Ойпырмай, бізден сәл бұрын Мая келін келіп кетіпті ғой, деді отағасы ақ кірпіштен соғылған 4 құлақ бейітке жетер-жетпестен. Оны қайдан білдің деп қайран қалды Құдай қосқан қосағы. Маратжанның құлпытасына бір шоқ гүл қойып кетіпті, деді Аманжол ақсақал. Сереп, селдіре бастаған шашын көкшіл сұр бояумен бояп, жағын бастыра, мойнын қылқындырып, қоңыр орамал байлаған кербез кемпірі. Солай ма? Бірге барайық деп неге бізге айтпады екен деп таңғалды. Қанша дегенмен ыңғайсызданатын шығар, басқа діннің адамы ғой деп жуып шайды бұйра, шашы ақша бұлттай будыраған қалың көзәйнекті арық шал. Ол жатқа білетін жалғыз құлхуалласын қақалып шашалып оқып болғасын Ақмарал бәйбіше. Сен өткенде байқадың ба жоқ па? Молда Құран оқып жатқанда біздің келін үнемі әр нәрсені сылтауратып бөлмеден шығып кетіп жүрді ғой, деді. Солай ма? Ақбас шал таңдана бас шайқады. Шешесі тұрмақ, осы біздің әлпештің де алақанын жайып, бетін сипағанын бір көрмедім, деді кемпірі өкпесі қара қазандай болып. Біз өле-өлгенше баламызға Құран бағыштаумен өтерміз, бірақ біз кеткен соң екеумізге арнап кім Құран оқыр дейсің, деп шал қамыға бас шайқады. Түн баласы дөңбекшіп мамықтай төсегі жамбасына тастай батып, көрер таңды көзімен атырған Ақмарал ханым таң алдында талмасұрай жатып кірпігіліп еді. Түсінде қалың қорым ішінде екеуіне имене жол берген ибалы келіншекпен тағы кездесіп қалыпты. Қасына ерткен кішкентай баласы ата-әже деп құлдыраңдай құшағын жая жүгіріп келіп, бұлардың бауырына алма кезек тығылсын. Атасы оны біресе қос қолымен әуелете көтеріп, біресе құшырлана иіскеп, құшағына қысады. Бұл да оның томпиған бетінен мейірлене сүйіп, жүрегі елжіреп, көңіл қуанышқа толып жатқанда оянып кеткені. Жаңағы тамаша түстің жалғасын көргісі келді ме, көзін тарс жұмып, жылы төсегінен тұрмастан сол күні тал түске дейін жатты. Оның бұл жатысын ауырып қалдыға жорыған шалы іштей мазасызданып, ақыры шыдай алмай немересіне телефон шалды. Түске таман үйге Мая мен Альфия келді. Үй иелері жабырқау болған соң ба, үйдің іші де күңгірт тартып тұр еді. Ақырын ғана сыбырласып, қайын атасымен амандық саулық сұрасқаннан кейін келіні аяғының ұшымен жүріп, сөмкесінен түрлі аспаптарды шығарды. Енесінің қан қысымын өлшеп, жүрек қағысын тыңдады. Қанша дегенмен күрт күйзеліске түскен ағзада өзгерістер бар екен. Өзімен бірге ала келген түрлі дәрі-дәрмектері мен дәрумендерін берді. Балаша қалбаң қаққан Аманжол Ахметұлы, бақытты бол қарағым, көзіңнің ағы мен қарасындай жалғыз перзентіңнің қызығын көр деп жүрек жарты тілектерін жаудырсын. Дәмге толы дастархан басында үн-түнсіз шай сораптай бергенше әңгіме болсын деді ме сәлден соң. Кеше кемпір екеуміз сүйретіліп Маратжанның басына тағы да барып қайттық, деді. Аташка, барғандарыңыз дұрыс болған екен. Біз де барамыз деп көптен бері жоспарлап жүрміз. Мамамның жұмысынан қолы босар емес, тіпті мен жалғыз өзім Кеңсайға бара алмаймын ғой. Самсаған моладан сескенемін, деді. Әлпеш қолындағы телефонын шұқылаған қалпы. Атасы мен әжесі бір-біріне сұраулы жүзбен жалт қарасты. Бізден сәл бұрын біреу әкеңнің құлпытасына бір шоқ райхан гүлін қойып кетіпті. Біз сендер келіп кеткен шығар деп ойласақ, деді Ақмарал ханым. Маяның түсі бұзылып қабағы күрт түйілді. Әлде енесіне солай көрінді ме? Маратик кезінде талай адамды ажалдан алып қалған мықты хирург емес пе? Рухына тағзым етуге келген адамдардың бірі шығар, деді сәлден соң Майя Борисовна жайбарақат үнмен. Иә, сенің әкеңді жұрт қолы алтын хирург деп бекерден бекер айтпаған шығар, Әлпешжан, деді атасы. Жарығым талайды ажалдан құтқарып еді, ал өзінің ажалына ешкім араша түсе алмады ғой, деді әжесі, даусы бұзыла, иегі кемсеңдеп. Кеше тергеуші жігітпен хабарластым. Ілік болар ештеңе таппай жатыр екен. Қылмыскер өте әккі біреу сияқты. Оқиға орында ешқандай із қалдырмапты. Қолғап киіп алған-ау, еш жерде саусақ таңбасы да жоқ екен, деді Аманжол ақсақал. Дастархан басындағыларға шай құйып, өз ойымен өзі тұқшия тұнжырап отырған Маяның өңі құбылып. Солай деді ме? Түгіз қалдырмап па сонда, деп төмен салбыраған басын оқыс көтеріп алды. Телефонға телміріп хабар күтіп, қашанғы отырсын, жалғыз ұлынан қапияда көз жазған қария шыдай алмай таныс тергеушіге өз аяғымен барған. Жылы жүзді қарапайым жігіт елпілдеп қарсы алды. Аманжол Ахметұлы, сізден несін жасырайын? Бастапқыда балаңыздың бас дәрігер болғанын көре алмай, аяғынан шалған бәсекелес, бақталас біреулер болды ма деген күдіктенгенбіз.
Сосын оның бұрынғы жұмыстарымен де, жақын араласатын жолдастарымен де жақсылап сөйлестік. Бәрі де оның ешқашан ешкіммен дауласпағанын, ешкіммен жауласпағанын, өз ісін жетік білетін мықты маман, ұжымда сыйлы азамат болғанын, адамгершілігі жоғары жігіт екенін айтты, деді тергеуші жігіт. Айналайын-ау, Маратжан, керек десең тіпті сол бас дәрігерлік орынға қызыққанда емес қой. Тәжірибесі мол, жасы үлкен дәрігерлерге жол беріп ұсынған қызметтен бірден бас тартыпты. Сен жассың, күш-қуатың мол, оның үстіне шетелден алған білімің де тәжірибең де бар. Сырттан келетін бөтен біреу емес, сенің басшы болғаныңды қалаймыз, деп ұжымдастары қоймағасын ақыры келісіпті ғой. Өткенде жаназасына келгендер айтып отырды, өзінің артық ауыз әңгімесімен ісі жоқ еді. Қой, біз соның бірін білмейміз, деді әкесі байыппен. Аманжол Ахметұлы, өзіңіз де білетін шығарсыз, қазір мемлекет денсаулық саласына аса үлкен көлемде қаржы бөліп жатыр. Отандық медицинаны жақсарту мақсатында рак, СПИД, туберкулез ауруларын емдеу жергілікті халыққа енді тегін. Шынымды айтайын, мол ақша жүрген жерде бір шикілік шығып қалама деп қауіптенгенбіз. Алтын көрсе періште жолдан таяды деп ойлаған шығарсыңдар. Дұрыс қой. Жауапты органдардың білдей мамандары емхананың қаржылық істерін, ішкі сыртқы шаруаларын қатаң тексерістен өткізді. Оның артынан сөз еретіндей бір ілік шыққан жоқ, деді тергеуші жігіт. Аллаға шүкір, деп әкесі толқығаннан көзіне келген жасына ірке алмай үнсіз отырып қалды. Қаққан қазықтай қақшиған ұзын бойлы қалегез жігіт білегіндегі сағатына қарап қойып: Аманжол Ахметұлы, кешіріңіз, бүгін біраз уақытыңызды алдым. Тергеу жұмыстары әлі біткен жоқ. Қанша уақыттан бері қол қусырып қарап жүрмегенімізді сіздер білсін деп, атқарған ісіміздің шет жағасын ғана айтып отырмын. Шын қылмыскерлерді қайткенде қолға түсіреміз. Соған бар күш-жігерімізді салып жатырмыз. Алла жаса, таяу арада тағы кездесерміз. Аман сау болыңыздар, деп қатқылдау үнмен сәл ресми қоштасты. Баласы қайтқалы еңсесі түсіп, үнемі жабырқау жүретін Аманжол Ахметұлы Марат үшін ешкімнің алдында қызармағанына мың сан мәрте шүкіршілік етті. Жүрегім бір мақтаныш кернеп бара жатқандай. Оған деген ризашылық сезімін ішіне жасыра алмады. Бала күніңнен ешкімнің ала жібін аттаған жоқсын. Өзгенің кемесі өрге жүзсе, өзіңнің жетістігіңде қуанатын едің құлыным-ау, деп үйге жеткенше жалғыз ұлының рухымен тілдесумен болды. Майя Борисовна күндіз жұмысқа алданып, басына түскен бақытсыздығын бір сәт ұмытқандай болғанымен, кешкісін аяғына біреу ауыр тас байлап қойғандай, алға басқан қадамы артқа кетіп, өз үйіне кіруге жүрексінетін. Жұмыстан шаршап шығып, көлік кептелісіне тап болып, үйге құр сүлдесін сүйреп келгенде шамдары өшулі қараңғы пәтерге кірудің өзі бір ақырет екен. Қызы сабақтан кеш келген кездері үңгіртей үңірейген үйдің әр бөлмесі қандай үрейлі десеңші. Ішке кіруге бетінен басатын, аяқ басқан сайын жаңғыра күңгірлеп тұратын сияқты ма қалай өзі. Кейде қызы сабағынан ерте келесе, ас үйде май мен жуа шыжғырып жеңіл-желпі бірдеңелер пісіріп жатады. Жаны жабырқау анасының ендігі жалғыз қуанышы тек Альфиясы ғой. Алдына шығып бетіне сүйіп, қолындағы сөмкесін алады. Сырт киімін ілгіш келеді. Майя Борисовна тамаққа түк зауқы соқпаса да, еліктің лағындай сүйкімді қызының көңілі үшін аузына тамақ салған болады. Қашанғы өз үйінен өзі қаймығып, үй маңдағы дүкендерді аралап, саябақты шарлай берсін. Жауын шашынды күндер амал жоқ, Альфиясының келуін күтпей ішке кіруге мәжбүр болады. Ол бүгін тұла бойы қалтырап денесі тоңа бастаған соң үйіне лажсыз кірді. Жылы су себелеген себезгі астында біраз тұрды да, түгі жұмсақ аппақ халатын айқара жамылып, денеге жайлы көлдей көрпесіне сүңіп кетті. Әшейінде түнімен кірпік ілінбей, таң атқанша кең төсекте ауға түскен алабұғыдай аласұрап шығатын ол бірде маужырай бастады. Қалың ұйқыда жатқан кенет бетіне біреу төніп тұрғандай болды. Бірден көзін ашуға батылы жетпей, өтірік ұйықтағансып жата берді. Кереуетте сәл ғана сықырлатып біреу төсекке жатты. Ұйқылы ояу, Маратик үйге енді келіп жатыр екен-ау, деп ойлады ол. Бас дәрігер болғалы жұмысын сылтауратып, күйеуінің үйге кеш келетін кездері тым жиілеп кеткен еді. Таңғы асты шала-шарпы ішіп, кейде тіпті оразасын ашпастан үйден асығыс шығып бара жататын жарын енді мәңгі көрмейтіні, оның бұл өмірде жоқ екенін кенет есіне түсті. Сол-ақ екен, өз ойынан өзі шошып көпке дейін есін жия алмай қалды. Сонда кең төсектің арғы басында ақырын ғана тыныстап ұйықтап жатқан кім болғаны? Оқыс қимылдасы жанында жатқан белгісіз біреу алқымынан алып буындырып тастардай зәресі ұшсын. Күні кеше ғана қойындасып бірге жататын Мараты өлген соң үрейлі елеске айналып кеткені ме?
талмаусырай жатып таңға жуық көз ілінді, түс көрді. Бастан-аяқ ақ шүбекке оранған, өңі де сол ақ шүберектей қан-сүлсіз Марат болып мінген машинаның артынан қуып келеді екен. 3 бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.